الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Аллахның сіздерге сәлемі, рахымы, мейірімі болсын. Алла Тағала сіз бен біздің ілімімізді арттырсын, сол ілімімізге амал етуді нәсіп етсін иншалла. Біз өткен дәрісте Нух алейхиссаламды өткен едік. Енді Нух алейхиссаламға дейін шежірені тағы бір қайталап жүрсек, Адамат алейхиссаламнан мысалы. Адам ең бірінші кім еді? Адамат алейхиссалам. Оның ұлы Шис алейхиссалам. Шистен кейін кім? Осы жерде Шис, енді мұнда жазылған жоқ Шисте. Шис Адамнан кейін пайғамбар болған. Түсінікті ғой да? Мұрагер артында қалған. Шистен кейін Ануш, бірақ бұлар пайғамбар емес. Ануштан кейін Қинан, бұл әкесі, баласы болсын келеді. Қинаннан кейін Михлайл, Михлайлдан кейін Ярид, Яридтен кейін Идрис еді. Бұл үшінші пайғамбар. Біз мына өтіп жатқан кітабымыз Құранда аталған 25 пайғамбар. Соның үшіншісі Идрис алейхиссалам. Бұл да пайғамбар. Енді Идристен кейін Муташалих, бұл пайғамбар емес, Ламитті. Ламиттен кейін Нух алейхиссалам еді. Нух алейхиссалам бұл елші, расул. Наби мен расулдың айырмашылығын айттық. Набиге тек жалғайды, алдыңғы пайғамбардың жасаған ісін жалғастырады. Ал расул деген оған бөлек шариғат түседі. Түсінікті ғой айырмашылығы. Енді сол Нух алейхиссаламнан кейін Сам, Самнан кейін Ирам, Ирамнан кейін Аус, Ат, Аттан кейін Жарудтан кейін Рабахтан кейін Абдуллах. Бірақ бұлар пайғамбар емес. Түсінікті ғой да? Абдулланың баласы Худ алейхиссалам. Бүгін өтетініміз Худ алейхиссалам. Нешіншісі Худ алейхиссалам? Адам Шис, үш емес. Адам Шис, сосын еді Идрис, Нух, Худ, төртіншісі. Төртінші пайғамбар. Аттарын жаттап алуға да жақсы да, осылай қайталап жүрсек. Енді сол Худ алейхиссалам жайлы. Енді Нух алейхиссаламның қиссасын білеміз, айттық өткенде. Топан су болды, туфан дейді. Туфан су болғаннан кейін барлық Алланың әмірімен әрбір жануардан екі-екіден кемесіне жүктеп аман қалды, қауымын. Өзіне иман еткен аз адаммен ғана. Не дедік? Шамы 10 адам немесе 80 адам кейбір риуаяттарда. Осы шақта адам ерген, иман келтірген. 1000 жыл, 950 жыл дағуат жасаған, сондағы ерген адамдар осы ақ қана болған. Енді солар Түркияда қандай тауға орналасқан еді? Джуди деген тау орналасқан еді. Енді сол тауға орналасқаннан кейін Нухтың да қауымы екіге бөлінді. Нухтан кейін қауым жерге қоныстанғандар. Солар не Худ, одан кейінгі Нух алейхиссаламнан кейінгі кім еді? Худ. Нухтың қауымын не үшін жойды Алла Тағала? Олар жер бетінде ең алғашқы пұтқа табынушылар еді. Пұтқа табынды. Бұзақылықтың көкесін жасады. Енді Худ алейхиссалам бүгінгі өтетін тақырып. Осы Худ алейхиссаламның қауымы не деп аталды? Ат деп атады. Не үшін ат деп атады десе, мынадан байқасаңыздар, ат атасының атымен аталған. Түсінікті ғой да? Худтың әкесі кім еді? Абдулланікі Рабахтікі Жарудтан ат. Осы ат қауымы немесе Ирам деп атады. Осы ат қауым деп сондықтан аталды. Түсінікті ғой да? Атасының атымен аталған. Худ қауым деген жоқ, ат қауым деп аталды. Түсінікті ғой да? Бұл Худ елші жіберілген. Енді Худ қауымы Ахқаф деген аймақта орналасқан. Құранда сүре бар. Әл-Ахқаф. Түсінікті ғой да? Бұл сондай мекен орналасқан. Құрандағы Ахқаф сүресі осы қауымға қатысты түскен. Түсінікті ғой да? Осы қауым жайлы көп біраз нәрсе баяндалады. Енді Ахқаф дегеніміз не дегенде құмды тау дегенді білдіреді. Құмды тау. Және ол жер, ол Йемен бар ғой қазірге. Йемен, Оман мен Хадрамауттың аралығындағы теңізге жақын бір шағын жер, таяу. Түсінікті ғой да? Теңізге таяу орналасқан жерде айтады. Енді Хадрамауттың солтүстігінде кейбір кітаптар келтіреді, орналасқан Руб әл-Хаш шөлінің бір бөлігі дейді. Руб әл-Хаш деген бір шөлдің бір бөлігі деп аталады. Құранда Алла Тағала осыларға қатысты, Худ алейхиссаламға қатысты. Соның қауымына қатысты. Вазкур аху адин из анзара қаумаху дейді. Пайғамбарымызға айтып жатыр, саллаллаху алейхи вассалам, Ғат елінің туысын дейді. Кімді? Худ алейхиссаламды есіңе ал дейді. Сол уақытта Ахқафтағы елдері дейді, ескерту жасаған еді дейді, Худ алейхиссалам. Оларда не істеді? Нух алейхиссаламна жойылғаннан кейін бұларда пұтқа табына бастады. Худ алейхиссаламның қауымы. Түсінікті ғой да? Ат қауымы.
Бұлар негізі тәпсіршілер айтады, бұлар ақ құба келген дейді. Және денелері ірі болған, бойлары ұзын болған дейді. Сондай алып болған. Алла тағала Нух алейхиссаламның қауымы орналасқаннан кейін екіге бөлінді дедік қой. Енді бөлінгеннен кейін де осы жерде мәселе Худтың қауымы. Екі орналасқанда біреуі Араб жазығына қарай орналасқан. Анда жазып қойдым. Худ алейхиссалам Араб. Түсінікті да? Келесі аяттың жалғасында айтады. وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Мағынасында айтады, Ахқаф елін ескерткен еді дейді. Арасында одан бұрын және кейін де елшілер ескертілген дейді қауымдарына. Бүкіл қауымға ескертілген. Түсінікті да? Енді Худ алейхиссалам не деп жатыр? Ол еліне Алладан басқаға құлшылық қылмаңдар деп жатыр. Әла та'буду иллалла дейді. Инни ахафу алейкум азаба яумин азим. Шын мәнінде мен сендерге келетін зор күннің азабынан қорқам дейді. Қиямет күннің азабы. Түсінікті да? Қауымына ескерту жасап жатыр. Сонда қалу ажитана литафикана ан алихатина. Олар не деді? Сен біздің тәңірлерімізден бас тарт деп жатырсың ба дейді. Өздерін жасап алған пұттарынан. Бас тарттыру үшін келдің ба дейді. Фатина бима та'идуна ин кунтум минас садиқин. Ары қарай не дейді? Шын айтушылардан болсаң, сен әлгі айтқан бізге азабыңды келтір дейді. Қорқу жоқ да? Болмаса бұлар білді Нух алейхиссалам қауымына қандай азап келгендігі, туфаннан келгендігі, жойылғандығы. Оларға аталары солай айтты. Және жерде іздерінде байқады. Түсінікті да? Қалған. Бірақ уақыт өте келе олар не істеді? Ұмытты. Бұлардың күштілігі болған соншалықты былай деп айтады. Ақуя әжсамухум кәннахум минал хадид дейді. Олардың денелері сондай қуатты болғандығы темірден болған секілді дейді. Мысалында келтіреді. Қуатты болған, темір секілді дейді. Күл уахидин ла яғлибухум ахад дейді. Олар әрбірі басқалардан басым болған. Әрбірі ішіндегі. Мысалы, 10 болса ішінде, 10 да әрқайсы жеке-жеке барлығынан басым түскен. Басқалардан түсінікті да? Қуатты болған. Және олардан ешбір қауым басым болмаған. Ат қауымынан. Түсінікті да? Және олар ешбірінен қорқпайтын еді дейді бұлар, ат қауымы. Себебі жаңа айттық қой, денелері темірден болған секілді. Қуатты болды, бойлары ұзын болды, алып денелі болды. Басқалар бұлардан қорқатын еді дейді. Бұларға Алла Тағала берекет берді, бұларда барлығы болды дейді. Оларда жеміс, бау-бақша барлығы болды бұларда. Бұл қауымда. Нығметтің бәрін Алла Тағала берді. Тіпті бұларда нақты келтіреді. Олардың қойлары және түйелері дейді. Алқапқа шыққан кезде керемет бір көрініс табатын еді дейді. Әдемі. Олардың жазық таласының өзі әдемі. Жап-жасыл бау-бақша, көп бау-бақшалар, бұлақтар ағатын. Бұлақтар да өте көп болған. Және бұлардың балалары да үйлерін толтырған. Көптігі. Түсінікті да? Балаларды үйлерін толтырған. Қораларын малдар толтырса, үйлерін балалар толтырған. Алла Тағала берекет берген. Түсінікті да? Бірақ бұлар не істеді? Алла Тағала шүкір етудің орнына әлгі өзінің әкелерінен естігендерінің барлығын ұмытты. Нухқа келген азаптың барлығын ұмытты. Естіген және ол жерде қалған іздердің барлығында ұмытты әсерлерін. Сөйтіп бұлар пұт жасай бастады. Өздері қолдарынан. Ол пұтты ағаштан, тастан, әсіресе тастан көп жасаған. Бұлар таулы аймақтарда ойып қала салуды сүйетін болған. Өздерінің бір ермегі ретінде қылатын болған. Негізі бұл Худ қауымы, ат қауым бұл, Худ алейхиссаламның қауымы, ат қауымы өздері жазық далада тұрған. Жазық далада тұрғанда шатырларда тұрған. Ол ең сүйікті қоныстайтын жері сол шатырлар болған. Және ол шатыр болғанда әшейін шатыр болмаған, ол биік шатыр болған. Өте биік және кең болған. Бірақ бұлар жазық далада тұрады, шатырдың астында, соны сүйген. Бірақ таудан үй салатын болған бұлар, сарайлар салатын болған. Сол жаққа салат, бірақ тұрмайды ол жақта. Бұл жазық далада тұрады. Бұлардың ермектері болған. Тау тасты қашап үйлер салатын болған. Осы Нухтың жаңа айтқандай
мекендеген жерінен екінші рет жаңағы бөлінді дедік қой. Екінші рет бөлінгенде Нух пайғамбардың Шамның солтүстік жағында орналасқан. Нух пайғамбар. Түсінікті ғой да? Нухтың өзі Шамның солтүстігі мен Түркияның оңтүстік аймақтарында мекендеген. Нух алейхиссаламның өзі. Сол жерден адамдар Палестина, Шам және Араб, жаңа айттық қой, Араб жарты аралына жайылды дейді. Солардың ішінде Ад тайпасы, Ад қауымы Араб жарты аралының оңтүстігіне жеткен. Оңтүстігінің жартысын. Түсінікті ғой да? Сондықтан бұл араб деп айтып отқан. Қазір пайғамбарымыз хадисін келтіреді. Енді Нухтан кейін билікті осылар жүргізген. Нух алейхиссаламнан кейін Ад қауымы. Тәпсіршілер жаңа айтқандай, бұлар не десе, ақ түсті әдемішелер сипаттайды тәпсіршілер. Ақ түсті, бойлары ұзын, алып денелі болған дейді. Бойлары өте ұзын болған. Біздер ана әлеуметтік желілерден көреміз ғой, алып адамдардың сүйектері табылып отқан. Ад қауымы деп келтіреді. Енді бұлар араб болатын. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам Абу Зарға пайғамбарлардың қиссасын баяндап отырған кезде, Абу Зар әл-Ғифари бұл сахаба, соған баяндап отырған кезде осының ішінде олардың төртеуі араб деп айтатын болған. Жаңа пайғамбарлардың баяндап отырған кезде. Соның біреуі Худ, Салих, Шуайб және сенің пайғамбарың ей Абу Зар Мұхаммед өзін айтқан. Төртіншісі Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам. Пайғамбарлардың ішінде төртеуі араб болған. Жазып алсаңыздар болады. Кім екен? Худ, Салих, Шуайб және Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам. Біздің пайғамбарымыз. Бұл хадисті Хайбан жеткізген. Пайғамбарымыздың айтқан. Енді Исмаил алейхиссалам бар ғой. Бұған әлі келген жоқпыз, алда уақытта келеміз. Соның алдында өмір сүрген арабтар таза арабтар деп аталады. Исмаилдің алдында, Исмаил алейхиссалам. Таза арабтар деп аталады. Енді олардың тайпалары мыналар арабтарға жататын. Ад біріншісі жаңағы. Ад қауымы, сосын Самуд, Журхум, Умайм, Мадиян, Амлақ және Кахтан. Және тағы басқалар аталмаған. Түсінікті ғой? Және арабтанған арабтар Исмаилдан кейін болған. Арабтанған арабтар. Түсінікті ғой? Ұлт араб емес, кейін арабтардың ортасына келіп, солай арабтан кеткендерді айтады. Сол арабтанған арабтар деп айтады. Ол Исмаил алейхиссаламнан кейінгі ұрпақтарды тарады. Соларды айтады. Түсінікті ғой? Себебі Исмаил алейхиссалам араб емес болатын. Себебі әкесі кім? Исмаилдің әкесі Ибрахим алейхиссалам. Ол қаяқтан келген? Бабылдан келген. Ертең Алла нәсіп етсе, келесі дәрістерде келеміз Ибрахим алейхиссалам. Сода ашықтаймыз иншалла. Исмаил алейхиссаламды білеміз, анасымен Меккеге тастайды. Меккеге тастағаннан кейін не істейді? Жұрхымдармен, жұрхым арабтармен араласа келе, олардың біріне айналады. Арабтанған араб. Түсінікті? Сондықтан жұрхымда арабтанған араб деп айтады. Дәл солай. Тіпті олардың ең шешен тілділерінен болады Исмаил алейхиссалам. Олардың сондықтан дейді, осыған айтады. Арабтардың және пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның шешен болуы сөзге. Арабтардың және пайғамбарымыздың. Осы Исмаилдан алейхиссаламнан тараған дейді. Түсінікті ғой? Себебі олар жұрхымның ең шешен тілділерінен болған. Түсінікті отыр ғой? Енді бұл ат қауымның жаңа айтқандай сүйікті ісі дейміз бе? Үй соғу өнерімен айналысқан. Және олармен бұлар ары қарай дамыта берген. Үй соғып қана қоймай дамытуды жақсы көрген. Және сонымен мақтанатын болған олар. Таңдай сынатын болған, салатын болған. Және олар өздері жаңа айтқандай тауда салғанымен шатыр үйлерде тұратын болған. Олардың шатырлары өте алып биік болған, жаңа айтқандай. Және олардың шеберліктерін ары қарай тағы да дамыта берген. Кейбір тарихшылар айтады, бұлардың салған қамалдары алтын мен күмістен болған деп айтады. Алтын мен күмістен салған деп айтады. Осыған қатысты жаңа дамытып, олар ары қарай таудан үй сала берді деді. Осыған қатысты Алла Тағала Құрандағы баяндайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Ей Мұхаммед, Раббыңның ат қауымына және істегенін көрмедің бе?" дейді. Ат қауымына не істегенін көрмедің бе? Хаджр сүресінің 6-8 аяттарында. Әлем тарау кайфа фа'ала раббука би'ад ирама затил ми'ад аллати лам юхлаqa мислуха фил билад деген. Әлем тарау кайфа фа'ала раббука би'ад. Раббыңның ат қауымына не істегенін көрмедің бе деп. Бұларды кейін жойылғандығы жайлы түсінікті ғой да? Ат қауымы не істеген түгел жоған. Тек иман келтіргендері ғана қалған. Қазір айтамын.
сол аятта айтқаны әлем тара кайфа фаала роббука биад ирама затил имад. Олар ұзын діңгекті ирамда тұратын болған. Және сондай елдер олар тәрізді болмаған. Олардың елінде басқа елде еш нәрсе болмаған. Ол елге айттым уже, Алла Тағала бүкіл нығметті берген. Қой десе қой, түйе, жылқы деген сияқты. Дене, денсаулық бәрі. Түсінікті ғой да? Және олар қалаларды салатын болған. Қалалар. Қала үлкен. Және көшелер. Көше дегенде көшелер кең болатын. Мүлде кең. Түсінікті ғой да? Және үйлер салатын олар. Ол өнері сол, жаңа айтқандай. Кейбір тарихшылар айтқандай, жаңағындай күмістен, бұл кейбір тарихшылардың айтқаны, түсінікті ғой да? Бұл Құранда аят нақты не жоқ. Кейбір тарихшылардың айтқаны күмістен және алтыннан салған ол. Қамалдар, түсінікті ғой да кейбір. Өздері қаяқта тұрған еді? Жазық даладағы шатырларда. Сонда тұруды олар жақсы көрген, өздерінің сүйікті мекені қылған шатырларда тұру. Шатырлар биік болған, сұмдық биік болған. Енді осыған қатысты Алла Тағала Худтың сөзімен баяндайды Құран-ы Кәрімде. Estağfirullah. Atabununa bi kulli ri'in ayatan tab'athun. Әр төбеге әншейін ескерткіш құрылысын қалдыра бересіңдер ме? Сала бересіңдер ме? Ескерткіш құрылысын. Не түсініп тұр? Осы сөзден түсінеді, олардың онда тұрмайтындығы жайлы. Ескерткіш құрылысын. Олар тек салып кете береді болды. Ол маманы сондай. Және бір-бірімен жарысатын болған. Мен мынадан жақсырақ салады деген секілді нәрселер. Түсінікті ғой да? Және атқа келген азап, Мүъмин сүресінің 39 аятында баяндайды Алла Тағала: "Қала роббин сурни бима каззабун." Худ алейхиссалам істеді. Раббым мені өтірікшіге санағандықтары үшін олардан маған өзің жәрдем бер деген. Қала роббин сурни бима каззабун. Мені өтірікшіге шығарғандардан мені қорға деген алады. Түсінікті ғой? 40 аятында айтады: "Қала амма қалилин ла юсбихунна надимин." Сонда Алла Тағала Худ алейхиссаламға жауап ретінде дейді: олар аз бір заманда, аз уақыттың ішінде әлбетте өкінішке ұшырайды дейді. Сол қауым, ат қауымы, түсінікті ғой да? "Сумма анша'на мин бa'дихим қуруnan ахарин." Сосын бұлардан кейін басқа қауым әкеледі дейді Алла Тағала. Олардың бүкілін жоятындығы жайлы. Енді азап қалай болды десе, Алла Тағала бұларға 7 түн 8 күн деп айтады. Бірінші жел жіберген. Қатты ысқырық. Жел жерді құрғатып, егін бәрін құрғатып тастаған. Шөлді алып келген. Ол 7 түн 8 күн жалғасқан деп айтады. Азабы. Және бұлар сондай жаңбырды күткен, сонда Нух алейхиссалам бұларға дағуат жасайды. Сендерге Алла Тағала ризық несібе бермеді ма? Үйлері балаға толды, балабақша болды үйлер. Өрістері малға толды. Барлығын айтып отыр, қауым ешқандай. Сен бізге айтқан уәдеңді келтір дейді, жаңа айтқан азабыңды бізге келтір дейді. Айтып тұрған сөз қасарсы. Сонда Алла Тағала бұларға 7 түн 8 күн желді жібергеннен кейін боран ұшырды дейді. Бұлар боран ұшырып көкке көтерді дейді. Көкке көтеріп жерге ұрған. Боран көкке көтеріп жерге ұрған. Бірақ бұлардың ішінде Худ және оған ергендер аман қалған. Түсінікті ғой? Оларға тиілмеген. Бұл ат қауымына ғана иман келтірмегендері. Оларды боран көтеріп жерге ұрған кезде бастары, денелерінен бастары бөлініп түскен. Түсінікті ғой? Осылай жалғасқан. Және бұлар енді жаңа айттық қой, құрғақшылық болды. Сөйтіп сен бізге уәде еткен жаңағы азабыңды әкел деген кезде бұларға бұлт келе жатты дейді. Бұлт. Бұлар не істеді? Қуанды. Бізге жаңбыр келе жатыр, күтті. Бәрі соның астына жиналды. Түсінікті ме? Бұлттың астына жиналды. Бұлт азабы дейді. Бәрі бұлттың астына жиналды. Сол кезде болған нәрсе. Түсінікті ме? Азабы. Сөйтіп солар ғана жойылған. Ал Худ алейхиссалам өзінің ергендерімен бөлек жерде болған. Түсінікті ме? Кейін бірақ сол жерде өмір сүруді жалғастырған Худ алейхиссалам. Олардың жойылғандығы жайлы. Бірақ олардың жасаған жаңа шатырлары, басқалары барлығы жойылды дейді. Сүйектері де шірді. Бүкілі жойылды. Тек қана Алла Тағала не істеді? Бұлардың жасаған таудағы жаңағы ескерткіштер бар ғой.
соларды алып қалды. Не үшін? Келесі үмметке ғибрат болу үшін. Түсінікті да? Себебі біз білеміз ғой, жаңағы мен құдаймын дегеннің өзін Алла Тағала не істеді? Фирғауынды бізге ғибрат ретінде алып қалды. Әлі күнге дейін бар. Түсінікті да? Сақталды. Алла сақтайын десе, сақтап тұр, шіріген жоқ. Түсінікті да? Қандай кәпір болса да. Сол секілді бұлардың да салған сарайларын ескерткіш ретінде қалдырған дейді. Және Худ алейхиссалам бұлардан кейін, жойылғаннан кейін өзінің қауым болып тұрды сол жерде. Тұрғаннан кейін Худ алейхиссаламда дүние салған кезде Хадрамаутқа жерленген. Жерленген жері Хадрамаут. Түсінікті да? Хадрамаут қай жер? Сол аймақ, Йемен деп, Йеменнің оңтүстік жағы деп келді жаңағы. Түсінікті да? Нух алейхиссалам Түркияның оңтүстік жағында орналасқан. Түсінікті да? Шам елі. Ал Худ алейхиссалам араб жазғана. Түсінікті да? Араб жазирасында. Сондықтан араб болып саналатын сол. Жаңағы қабыл еткендері бар, етпегендері бар. Нух алейхиссаламнан бірақ өте аз болған. Енді Худ алейхиссаламның қанша жыл өмір сүргендігі жайлы келтірілмейді, бірақ Нух алейхиссалам 1000 жыл өмір сүрген. Нух алейхиссалам соның 950 жылын дағуат жасаған. 950 жыл дағуат жасаған, сондағы 10 адам келген негізгі нелерде. Ал кейбір тарихшылар айтады, 80 деп келтіреді. Ол кейбір тарихшылар. Негізі нақтырағы 10, түсінікті да? 10 адам келген. Тіпті оның өзінің жұбайы да иман келтірмегендігі айтады. Және бір баласы деген секілді. Ал қалғандары иман келтіргенде санаулы болған. Тіпті бұны мазаққа айналдырған ғой. Себебі бұл не істеді? Тауға деген кеме соқты. Бұны көрген адам не дейді? Сен жындысың ба, тауға кеме соғасың? Бұны кемені теңіздің жағасына соғады ғой. Адамдардың санасына бұл ақмақтық болды. Түсінікті да? Одан бетер оған қарсы шығуға бір ықпал болды. Олар тіпті өздері кеме соққанда ағашты өздері еккен дейді. Орман. Түсінікті ғой? Орман болып, оны кейін өздері шауып, сол ағаштан жасағандығы жайлы айтады. Ол кеме жасауды үйреткен Нух алейхиссаламға Алланың әмірімен Жәбірил алейхиссалам. Аятта келтіреді. Жәбірил алейхиссалам айтқандай қылып жасады.